Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Сіз шипалы кеңес арнасындасыз. Бүгін біз өте маңызды тақырыпты қозғамақпыз. Жаз мезгілінде балалар арасында жиі кездесетін энтеровирус инфекциясы жайлы. Бұл вирус лас қол арқылы жуылмаған жемістерден немесе лас судан жұғады. Ол әсіресе балабақша жасындағы балалар арасында тез таралады. Себебі кішкентай балалар айналадағы заттарға қолын тигізіп, сосын аузына апара береді. Енді белгілеріне тоқталайық. Бірінші белгі – дене қызуы. Кейде 38-ден 40 градусқа дейін көтеріледі. Екінші, бала тамақ ішкісі келмейді, тамағы ауырады. Ауыз ішінде ұсақ жаралар немесе қызыл бөртпелер шығады. Баланың іші өте бастайды, құсуы мүмкін. Әлсіздік, ұйқышылдық пайда болады. Кей балалардың алақаны мен табанында да бөртпе байқалады. Егер осындай белгілер байқалса, баланы дереу оқшаулап, үйде демалдырған жөн. Енді үй жағдайында не істеуге болатынын айтайын. Бірінші, мол сұйықтық ішкізу. Су, тұзды ерітінді, компот немесе регидрон өте пайдалы. Температура көтерілсе, панадол немесе цификон свечасы. Ауыздағы жараларға түймедақ немесе шалфей шайымен шаю. Егер дәрігер рұқсат етсе, виферон сияқты вирусқа қарсы свеча қолдануға болады. Бірақ есіңізде болсын, бұл кеңестер алғашқы көмек үшін ғана. Баланың жағдайы нашарласа, міндетті түрде дәрігерге апарыңыз. Енді ең басты сұрақ, қашан дәрігерге бару қажет? Температура 3 күннен артық түспесе. Бала ештеңе ішпей, жиі құсып жатса, іші тоқтамай өтіп жатса, бөртпелер көбейіп, ауызы ауырса, бірден дәрігер көмегіне жүгініңіз. Энтеровирус жеңіл көрінгенімен, асқынған жағдайда ми қабынуына дейін апаруы мүмкін. Сондықтан уақытында анықтап, дұрыс күтім жасау баланың тез жазылуына көмектеседі. Ал алдын алу үшін не істеу керек? Қолды жиі жуыңыз, әсіресе далада ойнап келгеннен кейін. Жеміс-жидекті мұқият жуыңыз. Тек қайнатылған немесе бөтелкедегі таза су ішкізіңіз. Ойыншықтарды жиі сүртіп тұрыңыз. Балабақшада немесе үйде тазалыққа мән беріңіз. Құрметті ата-аналар, балаңыздың денсаулығы сіздің қамқорлығыңызда. Табиғи жолмен күтіп дер кезінде назар аудару үлкен көмектің бастауы. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Шипалы кеңес арнасында біз сізбен бірге балаңыздың амандығы үшін еңбек етеміз. Келесі видеода жолығайық.